Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары videoni basamas burun arnaga tirkelib videoga like basууду unutmаңыздар. Eng soңғы жаңалыктар тек qana bizde bo'ladi. Janibek Mungneni taldirib, артынча Canelo men ayqaspaq. Orta salmaqda WBO чемпионы Janibek Alimxanoğlu kelesi жылғы жоспарын айтты деп хабарлайды. Bunun алдында WBO Alimxanoğlu'nun Canelo izbarısымен жекпе-жекке міндетті. Егер Mungni келсе, мен оны нокаутқа түсіремін иншаллах. Кейін 2023 жылы мен Canelo мен айқасамын. Mine mening жоспарым ne болатынын көрейік, деп жазыпты Janibek Twitter желісінде. WBO Alimxanoğlu'nun Canelo izbarıсын жекпе-жекке міндетті. Bukalemdік boks uyumu WBO orta salmaqta чемпион Janibek Alimxanoğlu мен Meksikалық Jaime Mungni arasындағы жекпе-жек белгіледі деп хабарлайды. Еске салайық, осыған дейін WBO uyumunun президенті Paco Valcarez, Alimxanoğlu, Denzel Bentley және Mungni Koreya arasındağı ayqas жеңімпаздары жұдырықтасымының мәлімдемеген еді. Енді рәсми WBO ұйымының чемпиондық комитеті Jaime Mungni мен Janibek Alimxanoğlu арасындағы жекпе-жек бойынша тараптарға келіссөз бастауға жарлық етті. Екі жаққа келісімге келу үшін 15 күн уақыт берілді. Делінген ұйымының боксшыларға жолдаған хаты. Әйгілі промоутер Canelo үшін ең қауіпті қазақ боксшыны атады. Айта кетейік, Mungni көпшілік әйгілі мексикалық Saul Canelo Alvarez'тің izbarысы атап кеткен. Sizlerмен sport жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Sizlerмен sport жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.